Біз отбасымызбен кешке анып болып отырған едік. Кенеттен анама туысымыз қонаққа келіп кетулерін сұрады. Анам мен әкем баратындарын айтты. Әкем мен анам маған бізбен бірге барасың, түнде балаға үйде жалғыз қалуға болмайды деді. Бірақ мен есейдім, барсам ұят болар, үлкен кісілер ғой, одан да қала берейін деп айттым. Әкем мен анам жарайды, онда тек қорықпай отыр деді. Олар кетіп қалды. Мен есікті ішінен құлыптап алып телевизор көріп отырдым. Телевизорда қызықты нәрсе болмады. Телефон қарап отырып едім, терезе жақтан аяқ дыбысы естілді. Бұл кезде қыс мезгілі еді. Мен оны жай ғана мысық немесе ит шығар деп ойладым. Бірақ олай болмады. Ол есік жаққа қарай келіп есікті тоқылдата бастады. Мен оны анам мен әкем деп ойладым. Сіздерсіз бе деп сұрап едім, ешкім үн қатпады. Келіп орныма қайта жайғастым. Терезе жақтан қайта шу шықты. Терезеден қарап едім, бір белгісіз ақ нәрсе маған қарап тұр. Мен қатты қорқып кетіп анама звондадым. Үйдегі болған жағдайды айттым. Олар дер кезінде келді. Анам мен әкемнен не екенін сұрап едім. Олар бұрында біздің үйдің жанында бір қыздың өлгенін айтты.